Әйел ерге ұсынып адаласын, ер әйелді бағым деп бағаласын. Отбасы мықты болса, отан мықты, аралап жүрген сөз ғой ел арасын. Әр ошақтың түтіні түзу шықса, бақытты байтақ отан бар алашым. Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Ұлттық радио тыңдаушыларына қайырлы күн дейміз. Ардақты ағайын, Шалқар радиосының эфирінде өнегелі отбасы хабары. Бүгінгі бағдарламамыздың студиямыздың қонағы, тұрақты қонағы филология ғылымдарының кандидаты, байтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Дыбысты қадағалап әнмен әрлеп отырған әріптесім Еркебұлан Жұмаділұлы және Айсәуле Төрехан, сондай-ақ микрофон алдында Ақбота Қанайқызы. Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы шәкәрім және қазақ отбасы деп аталады. Бағдарлама барысында тақырыпқа байланысты сауалдарыңыз болса, біздің 55-33-66 байланыс нөміріне хабарласып қойсаңыздар болады. Біз алдымен шәкәрім Құдайбердіұлы жайында аз ақпарат беріп кетсек, ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор, Абайдың замандасы, әрі бауыры, сонымен бірге Абай негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға барушы, әрі оның ізбасары. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық, саяси және әлеуметтік сыр-сипаттарын көре білуде, қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде шәкәрім Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанған, бәріміз білеміз оны. Ендеше Омар аға, бүгін енді отбасы құндылықтарын насихаттаудағы шәкәрім шығармаларының рөлін айтып өтсеңіз. Жақсы. Негізінен жалпы мына отбасында қазіргі кездегі негізгі мәселе отбасының, отағасының немесе отанасының арасындағы қатынастардың дұрыс болмауы, яғни адамдардың өзінің алған уәдесінен, өзінің берген сертінен тайып кетуі немесе айнып кетуі. Сонда неге десеңіздер, өйткені бізде жалпы мынау бізде қазақ отбасында тәрбиеде осындай жалпы мынау айнымайтын ер, асыл адам қандай болу керек екенін үйретпейді. Ешқашанда. Сондан шәкәрім атамыз айтады ғой, адамның ең асылы қиянатсыз ақпейіл дейді өзі. Яғни не? Сол ешкімге қиянат жасамауды. Яғни мынау алып отқан жарың саған берілген аманат екендігін ең басты нәрсе, Алла тағала айтады, аманатқа қиянат жасауға болмайды дейді. Біз осы мәселені білмейді екенбіз. Неге шын мәніндегі аманат. Мынау саған берілген біреудің қызы, ол саған аманат, ертең ақиретте саған соны сұралады екен. Осы аманатқа қиянат жасауға болмайды. Мына осындай кардиналды мәселелерді шәкәрім қатты айтады. Сонда шәкәрімді жаңағы адамның идеалы қандай дегенде, қиянатсыз ақпейіл дейді. Екі сөйлемейтін адам туралы көп айтады. Яғни кімнің тілі мен сөзі бөлінбесе дейді, ондай адамды асыл адам деп айтуға. Ал егер кімнің тілі мен сөзі бөлінсе, яғни айтқан сөзі мен істеген ісі екі түрлі болса, оны шәкәрім ондай адамды айуанға қосады. Оны айуан деп біл дейді. Міне отбасындағы негізгі ең керекті іргетас бұл мынау отбасы мүшелерінің, яғни ерлі-зайыптылардың мінезіндегі адалдық. Сол адалдық болмайынша ештеңе болмайтын шәкәрім қадап айтып отыр. Осы шәкәрім шығармаларындағы Омар аға жалпы әйел образы қандай? Ана образы. Бұл жерде шәкәрім атамыздың айтып отырғаны, шәкәрім атамыз айтады, жан беріп жарық жылы нұрдан, күн атам дейді, жерді буаз қылған дейді. Өсімдік содан туған, өсіп жетіліп толғандадан жаралай шықтық біз содан дейді. Сонда шәкәрімнің концепциясы бойынша осы мынау жаңағы көне түріктер жазуында, Күлтегін үлкен жазуында айтылатын әңгіме қайталанып отыр. Яғни биікте көк тәңірі жаралғанда, төменде қара жер жаралғанда, ортасында адам ұлы дүниеге келген дейді. Сонда мына қазақта жер ана деген ұғым бар. Сонда шәкәрім атамыз айтады, сол біздің қазақтың әйелі сол жер сияқты болу керек дейді, жер анам дейді. Бірақ енді шәкәрім бұл жерде кішкене бірдай бір мәселе енгізеді. Мынау
өсемін, ержетемін, өсемін, толамын, соламын қайтадан, жер әрі анам әрі молам, жұтудан бір тынбаған дейді. Сонда қарасаңыздар, осы шәкәрімнің бір жаңалығы мынау жерге қатысты. Егер біздің абайда, шал ақында әйел жер сияқты деп айтып келсе, енді мына шынмендегі шәкәрім айтып отыр, жер туралы айтып отыр да, бұл енді әйелге қатысы жоқ. Бұл әрі адамның әрі анасы, әрі моласы дейді. Енді мына Меңдекеш Сатыбалдиев деген ақын өткен, сол кісі айтады екен, ер адам бір әйелдің құшағында дүниеге келіп, бір әйелдің құшағында дүниеден өтеді дейді. Сонда қарасаңыздар, мынау жер ана деп тұрғанымыз осы тұрақтылық мәселесі, жер қозғалса қозғалмайды деген мәселесі осы шәкәрімде қатты көтеріледі. Және шәкәрім айтып отыр, мен осы күн атам, жер анам деп отырғанымды, кейбір адамдар бұны жаңағыдай жіннен безген, бұны кәпір деп те айтуы мүмкін дейді. Бірақ бұған дейді, мен өз ақылыммен жетіп отырмын дейді. Сонда жанымыз күннен келген нұрдан, денеміз қара жерден деп отыр ғой, сонда шәкәрім айтады, сонда топырақ пен судан. Сонда шәкәрім айтады, жанымыз кетеді нұрға таман дейді. Барады жақын, егер қиянаттан болса аман дейді. Сонда шәкәрім атамыз айтады, қазіргі кезде көп адамдар дін ұстанып жүр, мысалы, отбасында да дін ұстанады, бірақ сонда бір-біріне ренжітіп жатады, бір-біріне қиянат жасап жатады. Сонда шәкәрім айтады, қиянатың бар болса иманың жоқ дейді. Маған десең 1000 жылдай қыл ғибадат дейді. Сонда шәкәрімнің негізі иман туралы түсінігі, ал енді шын мәніндегі отбасын сақтап қалатын бірінші иман ғой, ол ешкімге қиянат жасамаудан пайда болады. Міне сондықтан осы қиянаттың пайда болу, шығу көздерінде шәкәрім анық көрсетіп отыр. Адам неге қиянат жасайды бір-біріне? Осы мәселелерді оны өз өлеңдерінде өте жақсы көрсетіп береді. Енді екінші, әрине, ердің образы қалай суреттеледі? Енді бұл шәкәрімнің негізгі шығармаларында ер адам әлбетте ол күн сияқты болу керек. Күн сияқты, Сондан көбінесе біз әйел адамдарды кінәлап жатамыз. Шын мәнінде егер ер адам өзі айтып отыр, күн атам деп, сол күн жаңа ер адам өзінің жарық жылы нұрын, яғни ақылын әйелге бере алмаса, ал әйел жаңағыдай сол күн лебі, Абай айтады ғой, күн лебіне тойып, тоты құстай түрленеді дейді жер. Сондан әйел адамның жаны тыныш болуы, оның психологиялық, физиологиялық бүкіл жаңағы ахуалы бәрі дұрыс болуы, сол күн, яғни еркектің ақылына байланысты екен ғой. Сол ақылын беріп аямай, сол әйел сол жер сияқты сол күннің нұрына тойған, сол лебіне тойып, түрленіп, тоты құстай, сонда өмір әдемі болады дейді. Абайда жазғытыр өлеңінде осыны айтады. Сондан бұл әйел мен еркектің арасындағы қатынас бұл энергетикаға байланысты. Сонда шәкәрім атамыз айтты ғой, бұл энергетиканы шәкәрім ашық айтып отыр. Бұл ақыл дейді, бұл энергияны шәкәрім. Шәкәрімге дейін бұл энергия туралы, жалпы бұның ақылын, энергия екендігін мысалы ашық айтқан ғұлама енді бар шығар, бірақ мен білмейді екенмін. Сол шәкәрім айтады, ақыл деген өлшеусіз бір жарық нұр дейді. Сонда бұл өлшеусіз жарық нұр, бұл Құдайдан келіп тұрған нұр ғой. Сол нұрды ер адам алып, сол нұрды қабылдаушы бірінші, өйткені Алла тағала адамды бірінші жаратып тұр. Кейіннен сол өзінің ақылын, нұрын, жылуын, сол өзінің зайыбына беріп, өзінің балаларына беріп, жалпы басқа адамдарға беріп, қоғамға беріп, сонда осы қоғамдағы гармония сонда пайда болады дейді шәкәрім айтады. Түсінікті. Енді Омар аға, жалпы шәкәрімде мотивациялық өлеңдер көп, үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегенің тұра масағандайын, жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білесің сонда жайым деген сынды. Енді бүгінгі таңда жастар неге шәкәрімді оқымайды? Шәкәрімді оқып отырсаңыз, әрбір өлеңінде тұнып тұрған мотивация бар. Оның орнында міне шетелдік жаңағы Роберт Кийосаки, Наполеон Хилл, Луиза Хей деген сынды айдаладағы біздің енді менталитетке тіптен жат авторларды оқуға құмар келеді, не үшін? Өйткені шәкәрімді біріншіден оқымайтыны, шәкәрімді біз енді мектепте, отбасында мынау Абайдың, шәкәрімнің, Машһүрдің, Майлықожаның, тіпті
басқа да қазақтың руханиятының асыл үлгілерін дәріптеу жоқ та бізде. Өйткені шынмендегі осы кезге дейінгі жаңағы төмпештеп басымызға құйған бір жаман идеология, ол қазақтың өзінде ештеңе жоқ, барлық батыста деген бір сыңар жақ, сондай бір жалған ұғым біздің басымызға әбден миымызды қаптап алғанда. Сонда ауылдағын ауыз сасық деп қазақ өзін менсінбейтін деңгейге жетті. Шынмендегі бұл кешегі отаршылдық кезеңінің кесепаттары. Одан арылатын кез келді. Неге? Өйткені әр халық өзіне өзі сенбесе, өзінің ғұламаларын пір тұтпаса, өзінің асылдарының сырына тереңіне бойламаса, ондай халықтың болашағы жоқ екендігін бүкіл ғұламалар айтып кеткен. Ал енді Шәкәрімнің өлеңдерін неге оқымайды деген кезде, өйткені Шәкәрімнің өлеңдерін оқу үшін адамның көкірек көзі ашық болу керек. Өйткені Шәкәрім айтады ғой, бізде мектепте жаттатады, жатпайды емес, жаттатады, бірақ Шәкәрім айтады ғой, сыртын көріп, іс бітпес сырын көрмей дейді. Немесе Шәкәрім атамыз айтады, ақиқатты дәл көруге жан көретін көз керек, бас көзімен сенделуге бізге рұқсат жоқ шырақ дейді. Сонда біз біз қазіргі кезде бүкіл біздің білім жүйесі адамның тек қана бас көзін ашуға негізделген. Көз ашық адам деп біз кімді айтамыз? Көбінесе жаңағы сауатты, оқи алатын адамды ғана айтамыз. Ол жеткіліксіз екен, сөзсіз. Ал адамның көкірек көзі ашылған кезде ғана Шәкәрімнің тұнып тұрған сырлы ойларына бойлауға адам мүмкіндік алады екен. Сол көкірек көзді ашу керек. Көкірек көзі ашу дегеннің мағынасын түсіндіріп кетесіз ба? Иә, оны Шәкәрім атамыз айтады. Көңіл көзі ашық деген. Иә, сол Шәкәрім атамыз айтады ғой, ашылған көз тұра ма, бір зат көрмей. Қарсы алдына қоя ма, түк көз келмей. Миға хабар бермей ме, түс өзгермей. Әдейілеп көрейін демесең де қарсы алдына қоя ма, түк көз келмей. Шын мәніндегі мынау Шәкәрім айтады, жалпы мынау адамның көзінің бір нәрсеге үйренуі ол әдетке байланысты дейді. Мысалы біз мектепке барған кезде бірінші А деген әріпті жазып үйретеді, көзіміз үйретеді. Оған дейін біз А-да, Ә-да, Б-да бізге бір шым-шытырық, түсініксіз нәрселер, шимай шатпақ. Соны Адан бастап күнде көз көре бергеннен А дей бергеннен кейін Аға үйренеміз. Одан Әға үйренеміз. Одан кейін ақырында буынға бөліп оқыта бастайды, ежіктеп А, Та, Әл. Яғни біздің көзіміз күнде көріп жатыр да. Сонда Шәкәрім айтады, кейіннен біз ежелеп оқи бастаймыз, атам базардан келді, немесе апам төсек салды деген сияқты. Одан кейін зуылдатып оқи бастаймыз. Не? Көзіміз күнде көргеннен кейін әдеттен дағдыланды. Және әрбір әріпке, оның құрылысына, оның байланысына. Сонда Шәкәрім айтады, осы аналогияны енді көкірек көзге пайдалану керек. Сонда айтады, сол сықылды көңілдің көзі ашылды. Сол сықылды дейді. Яғни қалай сен мына бастағы көзді ашып алдың, яғни үйрендің оқып, тура солай адамның көңіл көзі солай ашылу керек дейді. Сол сықылды деп отыр да, аналогияны айтып отыр. Сол сықылды көңілдің көзі ашылса, көп ойланып қиынға сермей дейді. Сонда Шәкәрімнің сырлы ойларына бойлау үшін ойлану керек, ойдан қашпау керек. Бірақ адамда нәпсі деген бар, адамның тәнінің жаны ертең шіріп жоғалатын тәнінің жаны, ол ойдан қашады. Қазақ айтады қазіргі кезде, ой қойшы, ой құрсын, өзі де басым қатып жүр, миым қатып жүр деп ойдан саналы түрде қашады да. Шын мендегі, егер біз көп ойланып қиынға сермемесек, ешқашанда көңіл көзіміз ашылмайды екен. Сонда Шәкәрім атамыз айтады, яғни шындықты білу керек дейді бірінші. Сонда шын деген ұғым бар Шәкәрім. Шын дегеніміз Шәкәрімде Құдай, ақиқатты, шын. Шыннан өзге Құдай жоқ дейді Шәкәрім атамыз. Шыннан өзге Құдай жоқ. Ұқпай қалма алаң болып, шын болмаса кім Құдай дейді. Сосын шындық деген бар. Шындық деген правда. Шын деген ақиқат. Сонда Шәкәрім атамыз айтады, Құдайды білгің келсе, әуелі өзіңді таны дейді. Сонда Шәкәрімнің бір өлеңінде осы туралы тура ашық соғырға таяқ соққанда айтып отыр. Шынды білмек болсаң егер, ең әуелі өзің, ең әуелі жанды біл дейді. Ең керекті 3 сұрақпен жан құлағын бұрақ қой. Келдім қайдан? Қайтсем пайдам, өлген соң не болам дейді. Сонда Шәкәрімнің жаңағы қиын деп отырған осы. Бірақ бізге өкінішке қарай біздің қазіргі қазақ осы 3 сұрақты өзіне қойып жүр ме?
қоймай жүрме деген мәселе пайда болады да. Сонда келдім қайдан дегеніміз адам өзін, яғни самопознание деген бар ғой, өзін тану деген қазіргі мектепте сабақ бар. Негізі мектептегі осы сабақ осы шәкәрімнің тақырыбы бұл. Бұл мұсылмандықтың тақырыбы, өзін тану. Өйткені адам өзін танымаған адам Құдайын да тани алмайды екен ғой. Сонда қазіргі кездегі отбасында ойран болып жатса, адамдар ұрысып жатса, адамдар қу дүние үшін бір-бірін жеп жатса, осының барлығы адамдардың бір-бірін танымағаннан, яғни өзін танымағаннан. Өзін танымаған адам өзгені де танып жарытпайды екен. Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, бұрын қазақ ақсақалдар айтатын дейді, біреу ренжігенде, бұл жаман өзін танымайды деп. Сонда бүкіл жаңағы осы тіршіліктегі гармония, үйлесім, сыйластықтың барлығы адамның өзін танудан басталады екен ғой. Ал өзін тану қиын деп отырған сол 3 сұрақтан тұрады екен. Келдім қайдан? Жоқ едім ғой, қайдан келдім? Яғни лахул махфуздан, яғни жанымыз еркектің беліне келеді екен. Қазақ айтады, бала белде дейді. Сол белінен келіп адамнан жатырына түседі. Одан 9 ай 10 күн ана сені көтеріп, осының барлығын адам білу керек. Мен қайдан келдім? Жоқ едім ғой. Бұл да бірінші сұрақ. Екіншісі, қайтсем пайдам, яғни адамның жаны осы өмірге келгеннен кейін енді сол жанның, яғни пайдасы неде? Оның пайдасы Шәкәрім айтады, өлмес жанға өзгермес орын керек дейді. Яғни не? Өлмейтін жанға өзгермейтін орын, яғни не? Өзгермейтін орын ахиреттегі сенің орның керек дейді. Сонда іске ұмтылық шаттанады дейді. Сонда сол пайдасы, яғни былайша айтқан кезде адамның жаны осы өмірге сауап жинау үшін келген, жақсылық жасау үшін келген дейді. Яғни неге біздің жанымыз дейді, кейде біреуге жақсылық жасағанда рахаттанады дейді. Неге? Өйткені жанымыз сезіп тұр дейді. О дүниеде бәйге алатынын сезіп тұр дейді. Сол үшін келген дейді. Ал үшінші сұрағы, өлгеннен соң не болады? Әлбетте Шәкәрім атамыз айтады, ол анық нәрсе, өзі 3 анығында айтады ғой. Иә. Шәкәрім 3 анығында, бірінші анық Құдай бар дейді, бүкіл діндерде Құдай бар. Екінші анық жан мәңгілік дейді. Үшінші анық дейді, жанның азығы бар дейді. Жанның азығын Шәкәрім ұждан дейді, совесть. Ұждан 3 нәрседен тұрады дейді. Ол ынсап, мейірім, әділет дейді. Егер адам осы азығын алып үлгермесе, оның жаны өлшеусіз азап бар дейді оған дейді. Ал егер кімдегі азығын алып үлгерсе, жаңағы жаным қайтсем пайдам деп отырған, яғни ынсап, мейірім, әділет, яғни біз тілмен айтқан иман жинап үлгерсе, онда оған өлшеусіз рахат бар дейді. Міне осы 3 сұрақты адам өз-өзіне қоймай, оның көкірек көзі ашылмайды дейді, яғни көңіл көзі. Көңіл көзі ашылмаған адамның әлбетте Шәкәрімнің тереңіне бойлау оған өте қиын болады. Шәкәрімнің ғана емес, Абайдың, Шәкәрімнің, Мәшһүрдің, Майлықожаның, Бұхар жыраудың, Асан қайғының, яғни бүкіл біздің қазақ руханиятындағы ғұламалардың барлығының сыр сөздері не бойлау, ол тек қана көкірек көз, көңіл көзі ашылған адам ғана бойлай алады. Жаңағы сіз айтқан неге оқымайды дегенге бұл жауап осындай ма деп ойлаймын. Түсінікті. Омар аға, енді жалпы 3 сауал деп жатырмыз. 3 сауал. Негізі біз мектепте оқыдық, иә, Шәкәрімді оқыдық, бірақ көп тереңіне бойламадық, былайша айтқан кезде. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл деп келетін өлең жолдарын бізге жаттатты. Енді осы өлеңнің мәнін ашайықшы. Халқыңа еңбек қыл дегеннің мағынасы. Қараңыздар, мысалы Шәкәрім халық деп отыр ғой, оның синонимі ел, негізі ел. Жалпы адам өмірге келген кезде, қазіргі кездегі біздің қазіргі кездегі қоғамдағы негізгі біздің қазіргі кездегі кризисқа ұшырауымыз, дағдарысқа, әлеуметтік дағдарысқа ұшырауымыз осы фундаменталды ұғымдардың жойылуынан да. Өйткені қазіргі біздегі адамдар не үшін өмірге келгенін білмейді. Не үшін өмірге келгенін білмегендіктен де жауабын іздемейді. Жауапты іздемейді, сонда адаса бастайды олар. Олар жаңағыдай семейный, бытовой, тұрмыстық жаңағы пенделік, кикілжің, ұсақ түйек мәселелерге маталып, шырмалып, аяқтары шалынып өмір сүре алмайды. Яғни өздерінің Құдай берген бойында қабілеттерін аша алмайды. Егер адам өзінің өмірге не үшін келгенін білмесе. Сонда қазақ өзі баяғыда айтқан ғой, ер дейді. Ер деген тағы айтылып айтады, ол рух деген сөз да. Өйткені осы нәрседен анықтап алуымыз керек. Ер дегенде біз ойлаймыз тек қана ол еркек деп те. Жоқ, еркек деген бар, және ұрғашы деген бар. Бұл жыныстық атаулар. Сосын ер деген бар, қатын деген бар. Бұлар рухани атаулар, руханият. Сөйтсек ер деген бұл рух, біздің қазақ руханиятында ол рух екен де, қатын деген нәпс екен. Сонда Шәкәрім атамыз осыларды айтады. Сонда осыны анықтап беріп отыр ғой. Ана өлеңінде айтады ғой, әйгілі өлеңінде. Ал енді сипатталық көңілді біз ескеріп бұл сөзді жақсы ұғыңыз. Жан мен дене қосылған ерлі қатын екеуінен туады көңіліміз дейді. Сон біз әлі күнге дейін айырмаймыз. Көңіл деген не ол? Неге біздің көңіліміз кейде былай ауытқиды, неге былай ауытқиды, неге ұйтқып тұрады, жаңа желді күнгі боранды күнгі боран сияқты, неге? Өйткені шын мәніндегі біздің жаңа көңіліміз
осы екі жан мен дененің некесінен туған хал, ол состояние, көңіл, түсінсіз бе? Содан ол біздің, егер біз өзіміздің нәпсімізді тәрбиелей алсақ, біздің көңіліміз тек қана әкесіне, яғни жанына қарап тұрады да, ол рухқа айналады екен. Егер біз нәпсімізді өсіріп жүрсек, онда біздің жанымыз, яғни көңіліміз, онда нәпсі, яғни шешесіне, яғни денеге қарайды екен де, ол нәпсіге айналады екен. Зұлымдық, айла, алдау, зорлық, осының бәрі осы нәпсі тәрбиесі болмағаннан болады екен. Сонда осы егер мәселесін анықтап алғаннан кейін шәкәрімге келетін болса, шәкәрім айтып отыр: халқыңа адамдық, борышың халқыңа еңбек қыл дейді. Ол қазақтың қағидасын айтып отыр. Қазақтың бұл категориалды императиві бұл. Яғни өзгермейтін абсолюттік ақиқат ол. Қазақ баяғыда айтқан, ер дейді. Өмірге не үшін келеді дегенде, ер ел үшін туады, ел үшін өледі дейді да, болды. Ер үшін туады, ел үшін өледі. Егер біз осыны әрбір қазақтың санасын сіңірмесек, онда ол отбасында өскен баладан ешқандай пайда жоқ бізге. Ол кәдімгі, абайша айтсақ, жаңағыдай не үшін туғанын білмейтін адам, өзі үшін оттаған хайуан сияқты өзі үшін өмір сүреді екенде, оның зардабы біздің қоғамға тиеді екен. Яғни оның қоғамға беретін әсері, қоғамға беретін пайдасы нөлге тең болады екен. Сонда шәкәрім айтып отыр: адамдық борышың халқыңа еңбек қыл дейді. Енді халқыңа еңбек, сосын айтады, енді әрине мынау адам, дүние бізді алдайды. Мысалы бізде атақ деген бар, мансап деген бар, байлық деген бар, шын мәнінде бізді алдайды. Сонда абай айтады ғой: кім жүрер тіршілікке көңіл бермей, кім жүрер тіршілікке көңіл бермей. Бақи, көрдіңіз бе? Бақи қоймас адамның фанидің мінін көрмей. Міні қайда екенін біле алмассың, телміріп терең ойын соңын ермей дейді. Сонда қарасаңыздар, көп адамдар қазіргі кезде пара алып ұсталып жатыр. Кейбіреулер ақша үшін әйелімен ажырасып жатыр. Кейбіреулер ақша үшін, үй үшін, мал, мүлік үшін шешесімен соттасып жатыр. Бауырлармен араздасып жатыр. Сонда неге десеңіздер, осы өзінің нәпсін тия алмағандықтан да. Яғни өзінің мен кім, менікі не, нәпсі деген не, жан деген не, дене деген не, ақиқат деген не, құдай деген нәрселер туралы мүлдем хабар жоқ болғаннан кейін, олар осы боқ дүниеге алданып, аяқтары шалынып жатыр. Сонда абай айтады ғой, абай айтып отыр да, өлді деуге сиямы деп өлеңде айтады ғой, көп адам дүниеге бой алдырған дейді. Яғни қазіргі біздің негізгі проблемамыз, біз дүниеге бой алдырып жатырмыз. Шын мәнінде ер адам қандай болады дегенде, ол дүниеге бой алдырмау керек, сөзсіз бе? Яғни ол дүние оны қармағына ұстап алмау керек. Неге? Өйткені шайтан адамды дүние арқылы азғырады. Сонда абай айтады, көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сияма, ойлаңдаршы, өлмейтігін артында сөз қалдырған. Сонда қазір біздің қазақ қоғамда байқап отырсыз ғой, негізгі проблема: күнде біреу ұсталып жатады, күнде біреуді соттап жатады, күнде біреу пара алып жатады. Осының бәрінің негізінде осы нәпсі тәрбиесі отбасында болмағаннан кейін біз дүниеге бой алдырып жатырмыз. Чиновниктеріміз, елді басқаратын адамдардың бойына мін тауып, осындай үлкен бізде қазіргі кезде өзі қоғам дүрбелең болып жатыр. Неге десеңіз, осы мәселе реттеп алмай, яғни көп адам мансапқа, билікке, алдағанға, арбағанға көрініп қалып жатыр да. Сөйтіп елдің қамын ойлай алмай жатыр. Шын мәнінде қазақ айтқан ғой, кім нені ойлау керек деген адамда. Сонда қазақ айтады: бетеге кетіп бел қалады, бектер кетіп ел қалады дейді. Бек деген бүгінгі үкімет. Бұл үкімет ауысады, бірақ ел қалады ғой. Сонда айтады, шатаспа деп отыр да қазақ. Сонда шәкәрім осында ел ұғымын халық ұғыммен алмастырып айтып отыр. Адамдық борышың халқыңа еңбек қыл дейді. Сөзсіз бе? Сонда әрбір отбасында осы идеологияны сіңірмейінше, сен әрбір дүниеге келген ұлға да қызға да сен ел үшін тудың, ел үшін өлуің керек деп осы идеологияны сіңірмейінше, қазақ қоғамы болашағы болмайды. Қазақ қоғамы ешқашанда бүкіл мынау әлемдік жарыста, әлемдік бәсекеге шыдап бере алмайды. Неге? Өйткені біздің бойымыздағы бүкіл Құдай берген потенциалды ашатын нәрсе осы неге байланысты, ұғымдарға байланысты, осы межеге байланысты. Установка дейді ғой, меже дейді бұны. Сонда біздің межеміз ең биік болу керек. Өйткені елден артық бізден меже болмау керек. Сонда қазақ айтады ғой, ел үшін өмір сүрмеген ер дейді, ол
адымын ашып қолтығы сөгілмейді дейді, яғни бойындағы бүкіл Құдайдың берген қабілетін аша алмайды деп отыр. Қазіргі отбасындағы негізгі керек тәрбие осында отыр. Сонда Шәкәрім атамыз айтады, енді әрине өмір болғаннан кейін сен тайып кетуі мүмкін да аяғың. Сол кезде Шәкәрім айтады, ақ жолдан айнымай ар сақтауын біл. Яғни не? Ақ жол деген не? Хақтың жолы, Құдайдың жолы. Одан айныма дейді. Құдайдың жолынан айнымаған адам ғана арын сақтайды, яғни тазалығын сақтайды дейді. Сосын айтады, әлбетте бізде ақыл бар. Бірақ сол ақыл ол да кейде түкке жарамай қалады екен. Неге? Өйткені Шәкәрім айтып отыр ғой. Ғылымсыз адам айуан. Не қылсаң да ғылым біл. Ғылымға да керек жан. Ақылсыз болса ғылым тұл. Шынымен қазір кейбір ғылымдар бар, ақылсыз ғылымдар. Мүгіл ақылға сыймайтын. Шәкәрім айтады кезінде, жаңағы Құдайды жоқ деп үйрететін ғылым болды ғой бізде. Сол Шәкәрім ол туралы айтады. Ғылым деп боқты жегізді. Тәнсіз жан жоқ дегізді. Дәлелсіз пәнмен перделіп тапқызбай ғой негізді дейді. Сонда енді жарайды, ақылымыз бар екен. Ғылым ол ақылға сыйымды болу керек. Бірақ ақылға не керек дегенде Шәкәрім айтады, ақылға еркін ой керек дейді. Қазіргі кезде біздің мысалы отбасымызда біздің балаларымыз еркін ой ойлай ала ма? Жоқ, біз айтамыз. Неге? Біз өзіміздің жаңағы ата-аналық құқығымызды асыра пайдаланып, олардың аузын жабамыз. Сен не білесің сені? Қой сен. Тәрбиелейміз, оны нұқып тәрбиелейміз. Нұқып кәдімгі төбесін ұрып отыр. Балабақшада солай нұқып тәрбиелейміз. Мектепке барып тағы да нұқып тәрбиелейміз. Университетке келіп тағы да нұқып тәрбиелейміз. Сен кімсің сен? Бестен белі шықпай жатып маған ақыл айтатын. Яғни не? Біз балалардың жаңағы неге біздің қазақ балалары неге біз қазіргі кезде креативті ойлау деп, сыни ойлау, креативті ойлау. Неге біз жаңағыдай қоғамымыз неге сауықпай отыр деген кезде, өйткені біз балалардың ақыл еркіндігін шектеп отырмыз ғой. Сонда Шәкәрім айтады, ақылға еркін ой керек дейді. Матаудан ойды азат қыл дейді. Неге? Өйткені Құдайдың жолы деген ол еркіндіктің жолы. Өйткені қазіргі кездегі дін жолын ұстанған адамдар айтады, ойланбаңдар дейді. Ойланбаңдар. Жаңағы кейбір өздерінің ұстаздары бар, ойланбаңдар, мен не айттым соны істеңдер дейді. Сонда Шәкәрім айтады, жоқ дейді. Дін тазасын дейді. Дін тазасын. Мынау шала дінді таппайды дейді. Пәнде таппайды, дін тазасын ой табар дейді. Кесте кірсіз жарырады дейді. Сонда қазіргі кездегі бізде қазіргі проблемалар болды. Радикалды ағымдар пайда болып жатыр, неше түрлі басқа діндерге кіріп кетіп жатыр. Біздің ата-аналар жылап жүр. Неге? Өйткені кішкентай кезінен бастап сол ата-ана бірінші өзі еркін ойлай алмайды. Екіншіден өзі еркін ойлай алмаған бала сол баласын да мешеу қылып өсіреді. Содан кейін ол көрінгеннің құшағына түседі, көрінгеннің тұзағына ілінеді. Міне осындай мәселелер. Содан Шәкәрім ары қарай айтады, енді адам дейді не үшін келді? Сонда айтады, енді бізді қазіргі кездегі адамның жолында тосатын қақпандар бар кәдімгідей. Оңбай сүріндіретін. Соның бірі мақтан екен де. Мақтан. Мысалы, мақтанға салынба дейді. Мансаптың тағы үшін дейді. Қазіргі кездегі қазақ жастары, осы ел үміт етіп отырған қазақ жастары ойлану керек. Мақтанға салынба керек, мансаптың тағы үшін. Көрдіңіз бе? Нәпсіңе билетпе, басыңның бағы үшін дейді. Яғни өзіңнің жеке нәпсіңнің қамы үшін дейді. Яғни елдің мүддесін сатпа деп отыр. Мақтан үшін, яғни бір жапырақ қағаз үшін, бір жылтырақ темір үшін елдің қамын сатпа деп отыр Шәкәрім. Неге? Өйткені сен ел саған үміт артып отыр. Енді осы жолда сүрініп кетпе. Өйткені мынау мақтан, мынау мансап, бұл тақ, осының бәрі саған құрылған сенің жолында қақпандар деп отыр. Алдаушы арбаушы дүниелер. Сонда Шәкәрім атамыз айтады. Тіпті нақтылап айтады өзінің өлеңдерінде. Темір кісен тақ саған дейді. Яғни тақ деген қазіргі кезде карьера, мысалы, бір басшылыққа отыру. Сонда Шәкәрім, темір кісен тақ саған, темір ноқта бақ саған. Дәулетің оң мақтаған, пайда мақтан малдан без. Яғни не? Мүлдем кедей бол деп отырған жоқ. Яғни без деп отырған не? Сен елдің қамын ойлау үшін осындай нәрселердің сақ бол деп отыр. Яғни бұлар сенің руханиятыңды тежейді. Бұлар сенің руханиятыңды бөгеп қояды. Алданып кетпе, ақ жолдан айнып кетпе деп отыр. Яғни арыңды кірлетіп аласың деп отыр. Ардақты ағайын, арнамызға енді ғана қосылған болсаңыз баршаңызға қайырлы күн дейміз. Эфирде өнегелі отбасы хабары.
Хабарымыздың тұрақты спикері, филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел мырза. Бүгінгі тақырып шәкәрім және қазақ отбасы. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Омар аға, осы баланы жақсыға, жаманға тәрбиелеуге болады, бірақ баланы отан сүйгіштікке тәрбиелеу дұрыс па? Жалпы мынау Шлосберг деген ғалым бар Ресейде. Сол кісінің осы ютубта жарияланған жазбасында былай дейді: егер дейді бір мемлекетте отан сүйгіге дейді тәрбиелейтін болса, ол мемлекетте бір нәрсе дұрыс емес дейді. Өйткені отанды сүйуге тәрбиелеу болмайды дейді. Ол сезім ғой дейді. Ол табиғи болу керек дейді. Егер ол идеологияға айналса дейді, отанды сүюге дейді, ол яғни ол мемлекеттің дейді бір нәрсесі дұрыс емес дейді. Яғни бір нәрсе жетіспейді дейді. Шынымен де қазақ баяғыда айтып кеткен ғой. Мысалы, сіз өзіңіздің анаңызды сүюге тәрбиелеуге болмайды ғой, мысалы, рас па? Мысалы, анаңызды, мысалы, Ақбота, сен анаңды сүюге тиіссің деп, мысалы, сен оны анаңды сүйесің, ешкім саған оны тәрбиелемейді. Немесе әкеңді сүю керек деп тәрбиелемейді ғой, ол сезім. Сол сияқты отанда сондай да. Отан ана деп айтамыз, Енді бұл қайдан келеді дегенде, бұл сезім қайдан келеді дегенде, Ахмет Байтұрсынов айтқан ғой. Балам деген дейді, ел болмаса дейді, елім деген бала қайдан пайда болады дейді. Яғни біздің қазіргі кездегі мемлекеттік саясатымыз, әрбір балаға, әр қазақ менің жалғызым дегендей, әрбір балаға бүгін күннің кішісі, ертеңгінің кісісі деп қамқорлықпен қараса, оның моральдық, этикалық, интеллектуалдық, рухани дамуына көңіл бөлсе, сонда ол балада осы отанына деген махаббат пайда болады. Қазіргі кезде сіздер ойлаңыздар, бізде 3 айдың, осы бір жылдың ішінде 30 мың жас адамдар сыртқа кетіп жатыр. Интеллектуалдық, оқыған, әсіресе мына шетелде оқып келген. Бәрі кетіп жатыр. Бұл не деген сөз? Яғни осы біздің қоғамымызда осындай бір сол жастарға деген, осы интеллектуалды жастарға деген жағдайдың әлі болмай жатқанынан бұл хабар береді. Бұл қазіргі кезде әлеуметтік желілерде дабыл қағып жатыр негізінен. Егер біз шын мәніндегі осы сөзіміз бен ісіміз бір жерде шығатындай болмаса, сөзіміз басқа, ісіміз басқа болатын болса, ал жалғандықты жаны сүймейтін жастар қалмайды бұл отанда. Егер біз жастарға деген біздің жаңағы тәрбиеміз жалған болса, оның бәрі жаңағыдай көз үшін ғана болса, жаңағыдай бәрі жастар үшін деп, бірақ жаңағыдай жастарға орын бермесек, жас келсе іске, кәрі келсе асқа деген қазақтың қатаң принципін жүзеге асырмасақ, әлбетте ондай жастардың бойында отанға дегенде махаббат болмайды. Түсінікті. Омар аға, енді Шәкәрімнің өлеңдерінде атамыздың 3 түрлі өмір туралы айтылады. Соның ортаншы өмір дегенін қалай түсіндірер едіңіз? Бұл енді керемет өлең Шәкәрімнің. Сонда қазіргі кезде көп адамдар мүмкіндіктерін жіберіп алып жатады. Сонда Шәкәрім атамыз айтады: 3 түрлі өмір бар, бәрі де мас, бір рәуішті болады шал менен жас. Ең керекті дегенің ортаншы өмір, түгел қолың жетпейтін бір жанталас дейді. Сонда шын мәніндегі Шәкәрім өзі айтады ғой, біреу от жақты бұйырт деген өлеңде айтады: мен от жаққым келді дейді, бірақ от жанбай қалды дейді. Неге? Өйткені бұл дейді менің дейді балалық шағым еді дейді. Көп нәрсені қалаймын, бірақ әлі әлсіз бедім дейді. Одан кейін ортаншы өмір, от қатты жақтым дейді. От жанғаны сондай, тіпті ол айналаны өртей жатады дейді. Ортаншы өмір. Яғни осы кезде адам қуаты қабындаған кезде нәпсісіне ие бола алмаса, ол қоғамға өзіне пайдадан гөрі зиян тиіп кетеді дейді. Бірақ мүмкіндіктердің ашылатын кезі осы ортаншы. Одан кейін дейді, от сөнді дейді. Яғни қарттықты айтып отыр да, Абай айтады ғой, жаңағы қартаң тартқан адамнан 30 аймақ дейді. Бұл өмірдің заңы бұл. Сондан Шәкәрім айтады ғой, ең керекті деген ортаншы өмір дейді. Сонда ортаншы өмір деген қандай деп сұрақ қойсаңыз, мысалы, сонда жалпы адамның бас болатын кезі қашан? Қашан ол балалығынан айырылады, немесе балалығынан қашан арылады деген дұрыс айтатын болса, сонда қазақ айтады, Ораздының баласы дейді. Ораздының баласы 15-інде баспындер дейді. Яғни оразды деп интеллектуалды, элитный ата-аналардың баласын айтады қазақ. Ораздының баласы 15-інде баспындер, жиырлының баласы 25-те жаспындер дейді.
Сонда негізгі біздің ортаншы өміріміз осы 15-тен кейін басталады екен ғой. Жаңа қазақтың жаңағы 5-ке дейін патша, 15-ке дейін құл, 15-тен кейін дос дейтін осы кезең. Сонда ортаншы кез 15-тен басталады. Жалпы қазіргі кезде біз осы межені жоғарылатуымыз керек. Бізде қазіргі кезде қазақ жастары 20-ға келсе де жас, 25-ке келсе де жас. Немесе шалағында жетесіз туған жамандар 25-те жаспын дейді. Ол қазақта ол жетесіз, жаман, сондай бір, яғни элитный емес, түкке тұрмайтын адамдар өзін жас деп есептейді. А қазіргі кездегі жастар 30-ға келсеңіз жаспын дейді. Жаспын деп үйленбей жүріп алады. 31-ге ескені жаспын дейді. Яғни не? Жауапкершілікті мойнына алғысы келмейді. Сондан орта жас қашан басталады дегенде мен айтар едім 15-тен басталады. 15 пен, яғни мынау енді қараңыз, қартаю деген бар, қартаю. Сонда жаңағы батыс ғалымдар айтады ғой, адам егер өзі ойласа дейді, мен қартайдым деп, оның бойында химиялық реакциялар жүре бастайды, ол қартая бастайды екен организм. Сонда біздің шалгиіз бағымыз айтады, қас батыр дейді, 90-ға келмей қармайды дейді. Сонда қарасаңыздар ортаншы өмір деп шәкәрім шол шамасы осы 15 пен 70-тің арасы, 80-нің арасын айтып отыр ғой. Ал енді үлкен өлшеммен қалғанда, мысалы Қаздауыз Қазбек бабамыз 96-ға келгенде билікті ешкімге бермей өзі билеген екен. Бұхар жауы 113 жыл өмір сүрген. Сонда ол жаман адам тез қартаяды дейді. Сол сияқты ортаншы өмір деген осы 15 пен ары қарай осы адамның енді күш жеткенше 70 пен 80 осы екі орталық. Сол ортаншы өмір осын жіберіп алмау керек. Сонда Шәкәрім атамыз айтады, барлық потенциалын ашып көру керек. Яғни қазір енді реально айтатын болсақ, бұл где-то шамамен бір 15 пен бір 60-тың арасы дейікші енді ортаншы өмір. Одан кейін енді адам дегенмен бәрі уақыт керегін алады. Уақыт дегенін алады. Абай айтады ғой, үнемі тұрмас осы шақ қызуы қайтар дененің дейді. Дененің қызуы қайтады. Сонда Шәкәрім айтады, қапы өткізбе сол кездің 1 сағатын. Өте мұқият болыңыз осы өлең дейді. Қапы өткізбе сол кездің 1 сағатын. Өкініші қалмайды кет сағатын. Күні түн дей көрме ғылым ізде қалсын десең артында адам атың дейді. Яғни қазіргі кездегі ортаншы өмір деген біз жастарға біз айтуымыз керек. Жастық деген нәрсе ол 15-ке дейін ғана. 15-те бас деген не? Бүкіл мемлекеттік жұмысты, отбасылық жұмысты, басқа да әлеуметтік жұмысты қорықпай мойынға алатындай қылып жастарды тәрбиелеуіміз керек. Бұл өйткені біздің қазақ мәдениеті бұған мүмкіндік беріп тұр. Ораздың баласы 15-інде баспын дер дейді. Бас деген сөзге интерпретация беруіміз керек. Бас деген басшы, жауапкершілік мойнына алатын, қорықпайтын, арқасы жаңағы елдің жүгін көтерем деп арқасы жауыр болатын адамды қазақ жақсы деген. Бас болу керек сөз. Мұны осы кезде 1 сағатын жібермеу керек дейді. Өйткені қазіргі кездегі негізгі айтып отырмыз ғой, қазіргі кездегі ол мұнай бітеді, көмір бітеді, газ бітеді. Ол табиғи ресурстар сарқылады. Судың да сұрауы бар. Бірақ бір сарқылмайтын бір нәрсе бар. Ол адамның ақыл ойы. Адамның ақыл ойы. Қазіргі кездегі сіздер қарап отырсыздар, жасанды интеллект, BrainNet деген шығып жатыр. Қазіргі кезде сондай жаңағыдай мемлекетте жаңағыдай ақыл мемлекеті құрылайын деп жатыр. Яғни болашақта барлық адамның ақыл ойымен жасалатын. Сонда Шәкәрім осыны білген, қап өткізбе сол кездің 1 сағатын. Күні түні демей ғылым ізде дейді. Қазіргі кезде қарайсыз, мысалы қазақтың жастары, мысалы көп жастары, жас керемет, тепсе темір жастар, мысалы ол болмайтын нәрсемен айналысып жатыр, мысалы. Жаңағы еден жуып жүреді, базарда тәшке сүйретіп жүреді. Мысалы неге? Өйткені сол ең керек ортаншы өмірін ғылым білімнің орнына арнаудың орнына сондай бір болмайтын нәрсеге арнап жатыр да. Сонда Шәкәрім атамыз осы өлеңін былай деп аяқтайды. Өмірдің басы бала, ортасы адам дейді. Сонда ортасы ғана адам екен. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы. 3 ауыз өлеңмен болды тәмам дейді. Қазіргі кезде көп қартайып отқан адамдардың өкінетіні бар. Шіркін-ай, қап деп те. Неге? Өйткені нәпсісін жаңағы тәрбие алмағаннан жаңағы қайран уақытын жаңағы мансаптың жолында, тақтың жолында, жаңағыдай құмарлықтардың жолында өткізіп алады екен де, кейін өкінеді екен ғой. Түсінікті. Омар аға, тағы бір өлеңі бар Шәкәрімнің, аурусыз жанға айла жоқ деген. Енді осы аурусыз жан деген кім? Қалай суреттейді? Жалпы сіз ойлайсыз, қазақ өзі айтады ғой, жаны ашымағанның қасында басыңа ауырмасын дейді. Мысалы, адамның жаны ашыған кезде адамның жаны ауырады, рас па? Шынымен де ол жан мен ми ол бірімен байланысты нәрсе.
Өйткені Шәкәрім атамыз айтады ғой, өлген жанды тірілтуге дейді. Мысалы адам егер ойламаса, миымен адам жаны өліп қалады екен. Кәдімгі ол адам жаны емес, хайуан жаны, өсімдіктің жаны сияқты. Егер адам ойламаса, бір адамдар ойсыз өмір сүретіндер, олар жаны өліп қалған. Не айтсаң да түсінбейді. Сөз түсінбейді, неге? Өйткені жаны өліп қалған. Сонда Шәкәрім айтып отыр ғой, өлген жанды тірілтуге дейді. Жан берерлік сөз керек. Жаны жоқты нандыруға. Жан керек қой, милырақ дейді. Сонда адамның миы мен жаны, олар бірімен өте байланысты. Сонда адамның жаны ауыру керек. Яғни неге? Жаның ауыру керек. Қоғамға жаның ашуың керек. Яғни жаның ауыру керек сенің. Адамға жаның ашуың керек. Әйеліңе жаның ашуың керек. Балаңа жаның ашуың керек. Сөзсіз бе? Неге мысалы мен жаңағы балам неге жұрттан мысалы ол қатарынан қалып жатыр мысалы? Жаның ауыру керек неге? Иә? Неге қазаққа жаның ашуы керек мысалы? Неге біздің қазақ мысалы көрінгенге жем болып жатыр мысалы? Неге мысалы қазақтың жаңағыдай қазба байлықтары өзіне бұйырмай жатыр мысалы? Неге мысалы біздің жаңағыдай бүкіл біздің жер асты қазыналарының бәрі шетелдік капиталдың қолында? Жаның ашу керек. Жаның ауыру керек. Ойлану керек. Сонда көрдіңіз бе? Сонда айтып отыр. Шәкәрім айтады. Ал енді жаны ауырмайтын адамдар бар дейді, мысалы. Ештеңе жаны ауырмайды. Олар ішкен жегеніне мәз да. Осы бір күндік, 5 күндік өмірге, осы өмірге ішіп-жеп, және ертең өледі, өлгеннен кейін ұмытылады. Яғни осы 5 күндік өмірдегі таққа жеткеніне мәз, мансапқа жеткеніне мәз, сөз. Біреу ақшасына мәз, жаны ауырмайды, сөз бе? Сонда Шәкәрім айтады, ондай адамдарға айла жоқ дейді. Оларға түк істей алмайсың дейді, сөз. Өйткені оларда жаны ауырмаған адамда қайғыда болмайды екен. Сонда Шәкәрім айтады, аурусыз жанға айла жоқ дейді. Аурулы жанға дәрі бар дейді, сөз бе? Яғни Шәкәрімнің өлеңдері кімге арналған? Ол жаны ауыратын адамдарға дәрі ретінде ұсынып отыр да бұны. Жаны ауырмайтын адамға Шәкәрім керек жоқ. Абай да керек жоқ. Мәшһүр де керек жоқ. Бұхар жырау да керек жоқ, сөз бе? Оларға бір-ақ нәрсе керек. Қарын тойдырып ұйықтау. Сонда Шәкәрім айтады, аурусыз жанға айла жоқ. Аурулы жанға дәрі бар. Аурусыз адам қайда жоқ дейді. Аурудың онда бәрі бар. Яғни мына қоғам неге ауру деген кез жауап беріп отыр. Яғни қоғам ойланбайды, сөз бе? Ойланбайтын адамның да бойында тұнып тұр дейді ауру. Мысалы, оны мен сізге айтайын, қазіргі кездегі қазақша сөйлемейді, орысша сөйлейтін адамдардың жаны ауру ғой, сөз бе? Оларға айтсаң, мысалы, олар жаны ауырмайды. Неге сен қазақша сөйлемейсің, какая разница дейді. Яғни не, оған дәрі, сен айтқан сөзінде оған жұқпайды. Неге? Өйткені жаны ауырмайды оның. Мынау менің тілім ғой, мынау менің жерім ғой, мынау менің елім ғой деп жаны ауырмайды да оның. Оған сондан ондай сөзге жаны ауырмайтын қасында басың ауырмасын дейді, оның сөзінде өтпейді. Енді Шәкәрім оларға анықтама беріп отыр. Кімдер олар дейді? Яғни жаны ауырмайтындар, ойланбайтындар кімдер? Сонда Шәкәрім айтады, аурусыз жандар, яғни жаны ауырмайтындар, ол мисыздар дейді. Мисыздар дейді. Мисызда ауру бола ма дейді. Тәні сау, миы науқастар. Емдеймін, ондайға дәрі қона ма дейді. Енді Шәкәрім айтады, адам қандай болу керек дегенде, оның миы үнемі жұмыста болу керек. Үнемі миы ойлану керек. Сонда миылыда ойсыз күн болмас. Ауырмай миы тұра ма? Миынан басқа ем қонбас. Емдейін бе деп сұрама дейді. Сіз ойлаңыз, біз осы жаңағы біз кімдерді тәрбиелеп жатырмыз біз? Біз ем қонбайтын, аурусыз жандарды тәрбиелеп жатырмыз. Жаны ауырмайтын, сөз бе? Қазаққа жаны ашымайтын, отбасына жаны ашымайтын, жолдасына жаны ашымайтын, ұжымдағы коллективіне жаны ашымайтын адамдарды тәрбиелеп жатырмыз да. Неге? Өйткені ойында бір-ақ шаруасы. Не? Өзімшілдік. Нәпсі өзімшілдік адамның жаны ауырмайды екен. Түсінікті. Омар аға, бізге хабарласқан тыңдаушы бар дейді, өте толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз аға. Алло, қарындасым, амансыңдар ма? Сәлеметсіз бе? Мына қонағымызға Алла ырза болсын. Қазақтың бағына толған тұлға екен. Мен бағанадан бері тыңдап отырмын барлығын. Осы кісі менімен хабарласып сөйлессек, осы аурудың барлығына ем бар еді. Мына биенің сүтімен емделетін. Соны мен көп жылдардан бері эксперимент өткізіп, тәжірибе жинап ем. Енді соны мына бизнесмендер бизнес ашайық дейді, мен оларға бергім келмейді. Өйткені бұл қазақ халқының байлығы, қазақ халқының бренді деп есептеймін мен. Сондай болғаннан кейін барлық
қарапайым қазақ халқы арзан бағаменен осы емнен емделіп шығатын болса, сонда милары жуылады, денсаулық 12 мүшесі қалпына келеді. Бұның пайдасы тереңде жатыр. Соған осы кісіге мен телефонымды беріңізші, маған хабарласып. Міндетті түрде телефоныңызды операторларымызға қалдырыңыз. Сізге көп рахмет хабарласқаныңызға. Біз бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Омар аға, мұнда енді Толстойдың 3 сауалына аударады, шәкәрім. Сонда 3 сауал қояды. Қайсысы қандай уақытта істеген жақсы? Екінші, ең керекті кісі кім? Үшіншісі, ең керекті іс деген не? Осы үшеуіне жауап беріп көрейікші. Жалпы мынау қандай істі қашан жасау керек деген кезде әр істі өз уақытында жасау керек. Кейіннен өткізіп алып, адам неге өткізіп алады дегенде Абай айтады, адамның ақылында подвижной элемент деген бар дейді. Бір іс кез келгенде адам ақылын алдына жұмсау керек, артына жұмсау керек дейді. Егер адам ақылын алды не болады, арты не болады ойланбаса, ол істі өткізіп алады екен де, кейіннен қап деп санын соғататын сол дейді. Сонда кез келген істі уақытында істеу керек. Сонда Шақшақ Жәнібек айтқан ғой, әуелі өкін ісіңді қылып алып, іс бітпес елесең ойға салып дейді. Қазір кезде көп адамдар неге батыл емес? Өйткені үйренбеген, жас кезінен бастап шешім қабылдауға үйренбеген. Тез істеу керек. Тіпті қателесуге де болады. Неге? Өйткені қателесу ол трагедия емес. Адам айтады ғой, адам баласы қателесіп жүріп, адасып жүріп жол табады дейді. Ол кез келген қателесу ол саған өмірлік тәжірибе әкеледі. Сонда түк істемегеннен көру, қисық болса да іс істеу керек деп біздің бабаларымыз айтқан екен. Бірінші сұрағыңызға жауап. Екінші сұрағы қандай керек істеген кезде, керек адам деген кезде, ең керек адам бұл халыққа пайдалы адам. Халыққа пайдалы адам ең керек адам. Өйткені пайғамбардан сұраған кезде, Расулалла, мұсылман қандай болады дегенде, мұсылман адам ол халыққа пайдалы адам деп айтты. Үшінші сұрағыңыз? Үшіншісі, ең керекті іс не дейді? Ең керекті іс әлбетте халыққа пайдалы іс. Мысалы, мәселен, Шәкәрім айтады, баршаға жаның ашысын дейді. Өйткені өз жаны ашымаған адам халықтың мұң-мұқтажын біле алмайды екен, сөз бе? Халықтың мұң-мұқтажын білу үшін халықтың жанымен сенің жаның бірдей болу керек, сөз бе? Ол үшін халықтың әдебиетін, ертегісін, арманын, аңсарын меңгеруің керек сен, сөз бе? Сонда Шәкәрім айтады, баршаға жаның ашысын, қышыған жерің қасысын дейді. Яғни сен халықтың проблемасын білу үшін сен жаның ауыру керек, сөз бе? Халыққа жаның ашу керек. Сол кезде сен білесің халыққа не керек, сөз бе? Өйткені ол халықтың жаңағыдай халықтың керегін білген адам ғана, халықтың бір керегіне жараған адам ғана адамда, қазақтың ұғымында. Түсінікті. Омар аға, енді Шәкәрім өлеңдерінде және де айтатын бір дүние бар, дағды туралы, соны айтып өтсеңіз. Енді дағды деген нәрсе көп адамдар қазір кезде, мысалы, ұрлықшылар бар, ұрлықшылар бар, сосын алқаштары бар. Бұл қайдан пайда болды? Өсекшілер бар. Біреулер өтірік айтады. Бұл қайдан пайда болды дегенде? Барлық жаман қасиеттер, Соны Шәкәрім айтады. Жаңағы өлең қайтып оралайық. Ашылған көз тұра ма бір зат көрмей? Миға хабар бермей ме сөз көрмей? Әдейілеп көрейін демесең де қарсы алдына қоя ма түк көз көрмей? Сол сықылды көңілдің көзі ашылса, көп ойланып қиынға сермей. Дағды қылсаң даптайын істің бәрі. Адамзат тұра алмайды әдет кермей. Бала ашқансын оп-оңай бақсы болмақ. Ол қоя ма хайыптан хабар бермей? Тоқты ұрлап дәндеген тоқтай алмас. Жылқы ұрлағаш батыр боп ода илермей. Бір рюмкадан басталады маскүнемдік. Наша үстіне нашаға өрлей. Ойлап тұрсаң осының барлығы бір құмарлық дейді. Қуа бермей қайтып тепшіптерлей. Аздан кейін аран ашылады, қаза берсе таусылмас шыққан кендей. Жердің жүзін қыларсың бір ауыз, бәрінің де өзінің кеуден кеңдей. Жында жын, құмарда жын, мастықта жын, өлеңде жын, қоямын бойды жеңбей. Яғни сонда Шәкәрім айтып отыр. Бұл қайдан пайда болады деген кезде адам дағдыланбау керек. Абайда айтады ғой, 3-4 жылға әдетің өзіңнің болар індетің дейді. Сонда Iron Lady, ағылшынның премьер-министрі болған железный леди, Маргарет Тэтчер айтады ғой. Ойларыңды бақылаңдар дейді. Өйткені ойларыңды бақыламасаңдар, ойларың дейді, сендердің сөздерің айналады дейді. Сөздеріңді бақылаңдар дейді. Сөздеріңді бақыламасаңдар, сөздерің іске айналады дейді. Істеріңді бақылаңдар. Істеріңді бақыламасаңдар, істерің
әдетке айналады дейді. Әдеттеріңді бақылаңдар, әдеттеріңді бақыламасыңдар, әдеттерің мінезге айналады дейді. Мінездеріңді бақылаңдар, мінездеріңді бақыламасыңдар, мінездерің тағдырға айналады Тағдырға дейді. айналады дейді. Сонда қазіргі кездегі адам менің тағдырым осылай деп жылауының хақы жоқ та. Неге? Барлық нәрсе сол жаман ойдан, қисық ойдан басталады. Қисық ой қисық сөзге, қисық сөз қисық әрекетке, ал бір еткенде екі етеді, екі әдет етеді. Сонда адам егер жақсылыққа да, жамандыққа да тек дағдартылған жетеді екен ғой. Түсінікті аға. Студиямызға келіп, жақсы ойларыңызбен бөліскеніңізге көп рахмет. Біздің уақыт осымен тамам. Ардақты ағайын, біз жақсы адамның образын айттық, ал бақытты отбасын тек қана жақсы адамдар құрады. Біздің арна қосулы болсын дейміз. Дыбысты қадағалап әнмен әрлеген әріптесім Еркебұлан Жұмаділұлы, микрофон алдында Ақбота Қанайқызы, студиямыздың бүгінгі қонағы филология ғылымдарының кандидаты, абайтанушы ғалым Омар Жәлел болатын. Шалқар ұлттық арнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Бізбен әрдайым бірге болыңыздар.